Жолым көшіп барады, белден асқаны бұлттармен араласып ата-анамнан хабарын алмағалы талай жылдың жүзі болған екен. Менің аты жөнім Құсыманқызы Гүлжай. Осы кесте өнерімен шұғылданып келем. Осы қазақ халқы қол өнерге өте бай халықтың бірі. Ерте заманнан бері келе жатқан қол өнеріміз ата-бабамыздан бері. Анасынан қызына дарған өнер. Мен де кішкене кезімнен осы кестеге баулыған анам және әпекелер баулып осы кесте өнерін үйрендік. Ол кездегі қыздар осы кесте өнерін бәрі меңгеруге тырысқан, аналарынан үйренген. Әжелеріміз ертеде енді осы оюды жаңағы төрт түлік малдан, табиғаттан, солардан алып отырған. Қазақ халқы негізде ежелден бері көшпенді халық, сондықтан олар қысы-жаз көшіп қонып жүрген. Оюлардың сан алуан түрі бар. Олардың ішінде жаңағы малдан алынған, табиғаттан алынған. Мысалы, менің мына тігіп отырған ойым мына жерде құс қанаты деп келеді. Және де қошқар мүйіз. Және төрт түлік малға байланысты. Шығарып әжелеріміз өздері ойларынан сызып отырған. Осы кестемен негізінен жаңағы киіз үйдің ішін әшекейлейді. Онда жаңағы түс кигіз, киіз үйдің ішінің бас құр бау, және де керегеге ұстайтын перденің бас жағын өзі кестемен әшекейлейтін бұйымдар бар. Соның бәрін осы біз кестемен орындап отырған. Бұл енді біз кестемен шұғылдану өте уақытты көп жейді, өте төзімділікті талап ететін, өте қиын өнердің бір түрі. Ал бұл осы кестемен киім-кешектің ой өрнектерін, шапан, жаңағы киім-кешектің бәр несіне қолданып келген. Кестелеу үшін бұл кестеге жаңағы созылмайтын қалың матаны таңдаған. Содан кейін түрлі түсті жіптерді таңдаған. Бірінші осы кестені тігу үшін жаңағы кергішке біз матамызды кереміз. Сол матаға ой өрнектерімізді салып, осы кесте өнері өте ұмытылып бара жатқан қол өнердің бір түрі. Бұны жаңағы тігуі өте қиын, төзімділік, жаңағы шыдамдылықты көп талап етеді. Қазіргі заманға сәйкестіріп, балаларға үйретіп, ары қарай ұмыт болмау үшін жалғап келеміз. Ой өрнекке келетін болсақ, ой өрнектің сан алуан түрі көп. Олардың өз-өзінің мағынасы бар. Мысалы, дөңгелек пішінде оюлар болса, ол жаңағы күнді бейнелейді. Мен Мұхамеджан Зейнелқан, осы қазақтың ұлттық дәстүрлі біз кестесін 30-дай жыл айналысып келем. Осы дәстүрлі біз кестені қазіргі заманғы бейнелеу өнеріне ықшамдап, негізін салған замандастарым мені біз кестенің бүкіл әкесі деп әзілдеп айтады. Негізгі менің күнделікті жұмысым осы біз кестемен айналысу. Мен енді істеп жатқан жұмысым туралы айтсам, мен қазір бір өзімнің ішімдегі ойланып жүрген бір композициямды жасағалы жатырмын.
Бұны жасау үшін алдыменен басқа келген ойды пысырып, әбден болғаннан кейін қағаз бетіне түсірем. Қағаз бетіне түсіріп, бәрін нақтылап сызып алғаннан кейін осы бейнені мен негізгі жасалатын мата бетіне түсіремін. Мен енді ары қарай қалай түсірем, мен соны көрсетем. Вот, осымен біз болдық. Ал енді аламыз. О, міне, дұрыс шығыпты. Алдымен өстіп түйін жасалады. Міне. Бүйтіп ұсталады. Міне енді негізгі ең қиын кезіне келіп жеттік. Бұл жерде енді бұл жұмыс мүмкін ай созылады, мүмкін 2-3 апта созылады. Сондағы ең негізгісі жаңа сызып түсірген рисунка бойынша мына контурларды жүріп осындай немен бітіруім керек. Содан кейін барып ары қарайғы негізгі өңдер, көлеңке жарық, тағы басқалар бірінен кейін бірі өзі шешіледі. Қазақтың біз кестеді деп айттық, бірақ бұл көршілес біздің көшпенді халықтардың барлығында бар біз кесте. Бірақ жалғыз қазір қазақтарда ғана сақталып қалды. Бірақ көшпенді кезінде қазақтар бұнымен таңертеңнен кешке дейін айналысқан жоқ. Өйткені көшпенді тіршілік, мал, жаз жайлау, қыс қыстау, күзеу деген сияқты көшіп қонып жүріп, сол арасындағы бір демалыс кездерінде гәне осы өнерменен айналысты. Сонымен қатар бұл біз кестемен дүние жасап, керемет дүниелердің бәрін өзі үшін жасады қазақ. Біреу үшін жасаған жоқ. Сол жасаған дүниелерін бір-біріне сыйлау, өзінің үйін, өзінің тіршілігін көркемдеу үшін осы біз кестеменен жасаған дүниелер қазіргі музейлерде тұрған көне әшекей бұйымдардың бәрі осы керемет біз кестемен жасалған. Біздің Алматыдағы, Астанадағы үлкен, облыстардағы үлкен музейлердегі керемет біз кестемен кестеленген дүниелерді көргенде қазақ халқының қандай шебер екенін, қандай ой өрісінің кең екенін содан көруге болады. Ал енді мынау дәстүрлі біз кестеден кішкене айырмашылығы менің қазіргі заманғы ешқандай өзгеріс жоқ. Сол баяғы жіп, сол баяғы біз қармағы бар. Бірақ көне замандарда енді көшпелі кезінде материал жіп матаны сол кезде жалғасқан жібек жолы, керуен жолы, түрлі саудагерлер Қытайдан, Индиядан, тағы басқа елдерден көптеген жіп маталарды тасыған, сатқан, содан өзіне керекті материалдарын тауып
қолданысқа пайдаланған. Көбінесе қолдан бояу, қолдан дайындау, ол енді үлкен жеке бір әңгіме. Қазақ керемет кілеммен айналысқан, күні бүгінге дейін жалғасқан. Сол үлкен кілем жұмысында бояу бәрін қолданған. Ал енді мынандай кестелерге келсек, мұның бәрі сол керуен, саудагер жолдармен жеткізіліп отырған. Бұған да енді бір қолдан дайындау сондай бір қажеттілік туылмаған. Сондықтан да дайын материалдармен атқарып отырған осы жұмыстарды. Кесте өнері жаңағы көлемдеріне байланысты түскегіз тіксек көлемдері жаңағы 2 метрден 3 метр, одарға уақыт 7-ден 8 айдың көлемінде тігіп бітіреміз. Оған жаңағы кіретін жіптердің түр-түсін бір-біріне үйлестіріп, сәйкестіру, кем дегенде 7-ден 8 түрлі жіппен өрнектеп шығамыз. Кесте көлемдеріне қарай, жаңағы кестесі аздау болса аз уақытта бітеді, егер кестесі көп болса көбірек уақытты алады, онда уақытта созылады. Өздеріңіз көріп отырғандай, осылай қолмен ақырындап шаншып отырамыз, инемен құдық қазғандай. Менің мына тігіп отырған орнаментімдің тек қазір мен сыртын ғана жүріп жатырмын. Бұлар да іші мына сияқты бәрі толып бітеді. Үйлесімін, жіптің үйлесімдерін жақсылап таңдап түсіріп отырамыз. Бір-біріне сәйкестіреміз өңдерін. Кейде осындай жұмыстарды, бір жұмысты басынан аяғына дейін отырып істеу өте қиын. Арасында қателіктер кетеді. Сондай кездерде мен бұл жұмысты қойып, келесі бір жұмыстарға ауысып кететін кездерім болады. Ондай жағдайлар жиі кездесіп тұрады. Бұл жұмыс бұғалық. Біздің енді көнеден келе жатқан дәстүріміздің бірі асау жылқыны бұғалықта ұстау. Ең бір керемет күш, жылдамдық, қозғалысты көрсеткен сондай жұмыстың бірі. Бұл жұмысқа да 1 айдан астам уақыт кетті. Енді негізі бір кішкентай жерлерін қосымша жұмыс істеу керек, сонымен бұл жұмыс бітіп тұрған жұмыс. Енді мысал айтқанда, қазір мына жұмыстың енді 1 сантиметр квадрат жеріндегі тесігіменен мына біздің тесіп жүрген жолын есептесек, мынау жұмыс қазір 60-та 60 көлеміндегі жұмыс. Сонда 500 мың тесік бізбен орта есеппен жол жүрілді деп айтуға болады. Сондай енді үнемі бұндай неменені есептеп отырмаса да, бір анда-санда ойлап отырғанда, сонда бір қызық сандар шығады. Бұнда енді әр аттың қозғалысы, қимылы, композициясы, құрылым, адамды айналып қашқан, көне тастағы таңбалар, бұның бәрі біздің дәстүріміздің, салтымыздың, көнеден келе жатқан ұлт екенімізді. Әсіресе жылқы малыменен қазақтардың өте жақын,
керемет қанатты сөз бар. Ат ердің қанаты деп. Сол міне керемет аттардың қозғалысын, аттар мен адамдардың арасындағы байланысты көрсету мен үшін де бір үлкен еңбегімнің бір бөлшегі деп айтуға болады. Осындай керемет дүниелерді осы кесте өнері мен дәстүрлі қазақтың өзінің ұлттық біз кестесімен көрсету әсіресе мен үшін өте қызықты. Мынау қыз келіншектерге арналған белдемше. Ертеде осы белдемшені апаларымыз, әпекелеріміз үнемі үстіне киіп жүретін. Бұның жаңағы белдемше деп аталуының себебі әйел адамдар мына белінде өте жылылық ұстау керек. Бірінші мынау белге жылулық береді, екіншісі сәндік. Осының мағынасы содан белдемше деп аталған. Осы белдемшені ең алғаш үлгісін, мына көнеден бері келе жатқан үлгісін осы Қазақстанның қазақ қолөнер шебершілерінің одағының төрайымы Айжан Бекқұлова ханым ой салып, осындай белдемше неге жасамасқа деп осының үлгісін тауып берді маған. Содан мен ол кісіге сол тапқан үлгісі бойынша осы қазіргі заманға сәйкестіріп осы белдемшені тігіп шықтым, кестесін. Енді өкінішке орай осы белдемшені қазір біздің қыз келіншектеріміз кимейді. Сондықтан қазіргі заманға сәйкестіріп, жаңағы айтқандай, бірінші белге жылулық ұстайды, әйел адамдар белге өте жылы сақтау керек. Екінші сәндік үшін бұның ең қолайлы бір жағы мынандай өте кең, шалбардың сыртынан, көйлектің сыртынан киіп алды ашық, осылай жүре береді. Бұның жаңағы белдемше деп атауының. Бұның ішінен жаңағы шалбар, юбка, көйлек солардың сыртынан киіп жүре беруге арналған. Материалдың бәрі матасы осы табиғи маталар, содан кейін табиғи жіптер. Қыз келіншектерге арнап осылай тіктік. Енді жаңа материалдар туралы айттық, жіп туралы айттық. Сонымен қатар енді менің мына жұмыс істеп жатқандағы ең негізгі құралым қармақ біз. Бұл қармақ біз ешқайда жасалмайды. Өйткені бүткіл жаппай халық осы техникамен айналыспағаннан кейін мынандай сайменмен жасалатын ешкім білмейді. Сондықтан бұл қазір әркім өзі қолдан жасайды, шеберлер. Мен де мына бізімді өзім жасаймын. Бұлай қарасақ өте қарапайым. Енді басқа өнерлерді көрсек, көптеген неше түрлі саймандарды қолданады. Ал бұл қармақ біз кестеде тек қана осы қармақ бізді қолданады. Осындай қарапайым, кішкентай сайманмен мынандай күрделі композицияларды жасап шығады дегенге кейбір адамдар кейде сенбейді. Осындай бір жағдайлар болып жатады. Бірақ шын мәнінде бұл кішкентай сайманның өзінің атқаратын жұмысы ерекше, осындай керемет. Енді көптеген жерлерде осы бізгестен насихаттап, үйретіп жүрем. Мен енді мемлекет деңгейінде үйретуші облыстарға барып мастер-класс көптеген әр түрлі еңбек жасайтын үй шаруасындағы әйелдер, студенттер осы біз кестені үйретіп келем. Үйреніп жатқандар көп. Аз да болса осы біз кестені ары қарай жалғастырып, жетілдіріп
өзінің керегіне жарасып жатқан шәкірттер баршылық. Ал енді мен осы нені техниканы маған негізінен үйретіп, алғаш үйреніп осындай жұмыс жасауыма ықпал еткен менің жолдасым Құсманқызы Гүлжай. Бұрыннан да бала кезімнен де анам, әпекелерім кестелеп үйде отыратын, бірақ оны сол кезінде осындай бір қажеттікке жарайды ау деп ойламаппын. Соңынан өзімнің өнердегі жолымды іздеп жүрген кезде күнделікті кестелеп отырған әйеліме қарап отырып, мен осы кесте техникасын бір кәдеге жаратуға бел буып едім. Сол ойым іске асып, қазір көптеген дүниелер жасадым. Бейнелеу өнерінің деңгейіндегі дүниелерді осы біз кестемен жасауға болатындығын көрсетіп, келер ұрпақ шәкірттерге осы біз кестенің мүмкіндіктерін көрсетуге тырысып келе жатырмын. Міне осындай. Бұл енді бір бейнелеу өнерінің білімін алғаннан кейін енді өзім біреуді қайталамай өзімнің шығармашылық жолымды тапсам деп армандайтынымды, ойлайтынымды, сонымен жаңағыда айтқандай жолдасымның ықпалымен осы біз кестеге келдім. Бұған мен енді өзім ризамын, біраз дүниелер жасадым. Бұл дәстүрлі қазақтың ұлттық бір керемет өнерінің бірі. Бұл жоғалмау керек. Бұл ары қарай даму керек. Дәстүріміз, қазақтың дәстүрі біріншіде, екіншіде бұл ары қарай жетіліп дамып, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалу керек. Сондықтан да бұл жерде менің қазір өзімнің қызым Ботагөз осы біз кестені ары қарай дамытып, өзінің өнердегі жолын тауып, қазір де осы біз кестемен айналысып, дәстүрлі де, қазіргі заманғы да стильдермен нәтижелі жұмыс жасап келеді. Осымен біздің өнеріміз ары қарай дами беруіне мен әрқашан өзімнің үлесімді қосамын. Өркендей берсін деп тілеймін. Ақ қағазға хат жаздым, қалам алып ата-анамның хабарын білгенім. Әй бөпем кейін қалған елімді көрер мекем ай. Әй бөпем артта қалған елімді көрер мекем ай.